Видно, да, нас? Слышно, видно? Видно, да? Начнем. Сейчас birinchi registratsiyadan boshlayapti. Familiyangizni aytsangiz. O'zbek. O'zbekmi? Atınız. Telefondan da açın. Seyirci çuvalıcıda. Seyirci 47. 657. 157. 154. 54. 205. 305. 321. 321. 325. 325. Yürü, kolay gelsin. Дауысқа шығып қойды ғой. Ешқасы қайда тұрсын. Кім дейді? Алло. Нас слышно? Алло. Регистрация жасадық, я. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің аты жөнім Еркебұлан Жұмабекұлы. Мен Кеңсай ауылдық округі әкімі міндетін атқарушымын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың төрағасы боламын. Бүгін 26 қыркүйек 2025 жылы ашық жиналысқа үйдене кен орнының құм-қиыршық тас қоспасын өндіруге арналған тау-кен жұмыстарының жоспарына әсер етуге экологиялық рұқсат алуға құжаттама пакеті шығарылады. Белгіленген қызметтің бастамашысы Недри Востока жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қоғамдық тыңдау ашық деп жарияланады. Естеріңізге сала кетейін, қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың барлық процесін бейнежазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес хатшыны сайлау қажет. Хатшы қоғамдық тыңдаулар хаттамасын мемлекеттік және орыс тілдерінде сапалы жасауға жауапты болады. Хаттамаға қол қояды және 2 жұмыс күні ішінде хаттаманы бірыңғай экологиялық порталға жүктейді. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлауды ұсынамын. Хатшы ретінде Онжан Қуанышты ұсынамын. Хатшыны бекіту үшін дауыс берулерін сұраймын. Хатшыны бекіту келіскен қатысушыларды қол көтеру арқылы дауыс берулерін сұраймын. Дауыс береміз. Келесідей күн тәртібі ұсынылады. Аталған жобаға қатысты материалдарды баяндама түрінде қарастыру. Берілген уақыты 15 минут. Сұрақ жауап. Қоғамдық тыңдау барысында барлық қатысушылар өз пікірлерін білдіріп және баяндамашыға сұрақ қоя алады. Қорытынды жасау және қоғамдық тыңдауды жабу. Берілген уақыты 5 минут. Дауыс беру осы күн тәртібіне қолдасаңыздар, қол көтеру арқылы қолдасаңыздар болады. Күн тәртібі бекітілді. Тыңдаулардың төрағасы мен хатшысы тағайындалды. Енді кезекті баяндамашыға сөз берсек.
Өзі жағында. Құрметті баяндаушы, сіздің даусыңыз ақырын естіліп тұр. Анда, экранда. А? Зумда дейді. Аха, қосыл. Жоспарланған қызметке байланысты экологиялық әсер етуге рұқсат алу үшін құжаттар жиынтығы бойынша баяндамамен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Тау-кен жұмыстар жоспарының мақсаты Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданындағы Уедининская кен орнына құм тас қоспасын өндіру болып табылады. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 2 қосымшасының 2 бөлігінің 7-11 тармағына сәйкес көзделіп отырған қызмет, яғни жылына 10 мың тоннадан астам кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру және қайта өңдеу 2 санаттағы объектілерге жатады. Бұл 4 тамыздағы қоршаған ортаға әсерді бағалауды және көзделіп отырған қызметтің әсерлерін скринингті қамту аясында анықтау, айқындау туралы қорытындысымен расталады. Уедининская кен орны Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында, Зайсан қаласынан солтүстік батысқа қарай 4-7 км жерде орналасқан. Бұл құйыршық тасты өндіру бойынша карьердің жылдық ең максималды өнімділігі 25 метр кубты құрайтын болады. Уединение кен орнының тау-кен геологиялық жағдайларға сәйкес бұрғылау жару жұмыстарын қолданбай ашық тәсілмен пысықтау көзделеді. Карьердің жоспарланған тереңдігі 6 метр, ауданы 8 гектарды құрайтын болады. Мансапты пысықтауды бастау 2025 жылдың 4-90-ына жоспарланып отыр. Дала жұмыстарынан тартылған жұмысшылардың максималды адам саны 12 адамды құрайтын болады. Ең жақын тұрғын аймақ Кенсай ауылы, кен орнының шекарасынан оңтүстік батыс бағытта шамамен 2-6 км қашықтықта орналасқан. Санитариялық қағидалардың 1 қосымшасының 4 бөліміне 17 тармағына 5 тармақшасына сәйкес карьерлер қиыршық тас құм саз өндіру жөніндегі кәсіпорындар үшін санитарлық қорғау аймағы ең кемінде 100 метр болып белгіленеді. Ең жақын республикалық маңызы бар автожолға дейінгі қашықтық өндіру жұмыстары учаскесінен оңтүстік батыс бағытта 150 метрден астам болады. Жұмыстар жүргізу учаскесінің жанында келесі су объектілері Уединение өзені мен Кенөтке өзені орналасқан. Уединение өзені жоспарланған қызмет учаскесі шекарасынан шығыс бағытта 50 метрден астам қашықтықта орналасса, Кенөтке өзені солтүстік батыс бағытта шамамен 150 метр қашықтықта орналасқан. Алдарыңызда жоспарланған қызмет учаскесін орналастыру ауданы схемасы жұмыстар осы аймақта жасалатын болады. Әрі қарай қоршаған ортаның жеке компоненттеріне келетін болса, ауа ортасына әсер етуі 2025-2034 жылдарға арналған атмосфералық ластауыш заттар шығарындыларының шекті көлемі 25,86 тоннан жылына құрайтын болады. Ластауыш заттардың таралуының есептері негізінде санитарлық қорғау аймағында, яғни 100 метр аймақта ластауыш заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясының асып кетпейтіні анықталды. Атмосфералық ауаға әсерді азайту мақсатында келесі шаралар көзделген. Ол шаңды беттерде, автожолдарда, техника қозғалысы кезінде және өндіру жұмыстарын жүргізу кезінде шаң бағытын жүзеге асыру, жабдықтарды тұрақты техникалық тексеруден өткізу, ақаулы материалдар мен жабдықтарды ауыстыру, жұмыстар жүргізудің заманауи әдістері мен технологияларын қолдану, қарастырылып отырған объекттің атмосфералық ауаға әсерінің бағалануы рұқсат етілген деп сипатталады. Су ортасына келетін болса, жұмыс барысында су тұрмыстық және техникалық қажеттіліктерге пайдаланылады. Жұмыстар жүргізу учаскесінің шаруашылық ауыз сумен жабдықтау мамандандырылған ұйыммен шарттық негізде әкелінетін сумен көзделетін болады. Ал ауыз су сапасын тұтыну жылына 63,175 метр кубты құрайды. Шаруашылық тұрмыстық ағындарды бұрын су өткізбейтін ойығы бар ойықтарға жүзеге асырылатын болады және сол шұңқырдан шығатын ағындар қажеттілігіне қарай шарттық негізде мамандандырылған ұйымдарға тапсырылатын болады. Жұмыстарды жүргізу учаскесінің техникалық сумен жабдықтау мамандандырылған ұйымдармен шарттық негізде автоцистерналармен әкелінетін сумен көзделетін болады. Жер ресурстары мен топырақтың жер үсті және жер асты су объектілерінің ластануын болдырмау мақсатында автотехникалық орналастыру алаңынан және кен орнының өткелдерінен нөсер және еріген суларды жинау және тазартуды ұйымдастыру көзделеді.
Рельефтің төменгі бөлігінде су жинау сыйымдылығы көзделетін болады және ағынды суларды тазарту сол сүзгі картридж арқылы жүзеге асырылады. Жер үсті және жер асты көздерінен тікелей су алу, сондай-ақ сарқынды суларды жер үсті және жер асты су объектілеріне жер қойнауына немесе жер бетіне төгу өндіру жұмыстарының процесінде жүзеге асырылмайды. Жер үсті және жер асты суларын қорғау мақсатында бірқатар су қорғау шаралары көзделген. Қалдықтарға келетін болсақ, өндіру жұмыстары кезеңінде өндіріс және тұтыну қалдықтарының 5 түрі пайда болады. Олардың пайда болуының жалпы тектік көлемі жылына 2901,7259 тоннаны құрайды. Оның ішінде тұтыну қалдықтарына келесілер жатады. Ол аралас коммуналдық қалдықтар жылына 0,45 тоннаны құрайды. Өндіріс қалдықтарының бойынша арқылам жыныстар жылына 2900 тоннаны құрайтын болады. Сіңіргіштер, сүзгі материалдар, яғни промасленная ветошь 0,254 тонна жылына құрайды. Ағынды суларды тазарту қалдықтары 0,9824 тоннаны құрайды. Ал құрамында қауіпті заттар бар шламдар, өнеркәсіптік ағынды суларын өңдеудің басқа қалдықтары жылына 0,0395 тоннаны құрайтын болады. Ашылған жыныстарды сақтау енді де көзделеді. Жиналатын ашылған жыныстар карьерді қалпына келтіру кезінде толық көлемде пайдаланатын болады және өндіріс қалдықтарын жинау және уақытша сақтау контейнерлерде жүзеге асырылады. Қалдықтардың жиналуына қарай олар мамандандырылған ұйыммен шарттық негізде шығарылатын болады. Өндіріс аумағында шу әсерінің бірінші механикалық түрі ғана мүмкін. Ол шудың негізгі көзі болып технологиялық бөлік болып табылады. Дыбыстық қысымды есептеулеріне сәйкес есептік санитарлық қорғау аймағының шекарасында шудың максималды деңгейі 18 децибелді құрайды. Ең жақын тұрғын аймақ жұмыс жүргізу аумағынан 2 километрден астам қашықтықта орналасқанын ескере отырып, шу әсері болмайтынын анықтауға болады. Радиоактивтік көздерді пайдалану көзделмейді. Электромагниттік әсері рұқсат етілген нормалар шегінде болады. Жер қойнауы мен топыраққа келетін болсақ, топырақ жамылғысын жай-күйін бақылау мақсатында жылына 1 рет аспаптық өлшеу арқылы топырақ мониторингі жүргізілетін болады. Санитарлық қорғау аймағының шекарасында аспаптық өлшеулер 4 нүктеде жүргізілетін болады. Қоршаған ортаға әсерді азайту мақсатында келесі шаралар көзделген. Ол қоршаған қалдықтарды уақытша жиналуы арнайы бөлінген орындар мен контейнерлерде көзделеді. Бұл шешімдер ұйымдастырылмаған қоқыс төгу орындарын пайда болдырмайды. Жұмыстар жүргізілетін учаскедегі құнарлы топырақ қабаты алдын ала алынып тасталады және жұмыстар жүргізілетін учаскесін рекультивациялау мақсатында ішінара пайдаланатын болады. Жұмыстарды жүргізу кезінде химиялық реагенттер пайдаланылмайды. Барлық механизмдер май ұстайтын ыдыстармен қамтамасыз етіледі. Жұмыстар жүргізілгеннен кейін учаскелерден өндірістің барлық механизмдер жабдықтары мен қалдықтары алынып тасталады. Қарастырылып отырған объекттің жер қойнауы мен топыраққа әсерін бағалану рұқсат етілген деп сипатталады. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне келетін болсақ, жоспарланған қызмет учаскесі мемлекеттік орман қорымен ерекше қорғалатын табиғи аумақ шегінен тыс орналасқан. Жобалық аумақта қызыл кітапқа енгізілген жануарлар мен олардың көші-қон жолдары жоқ. Жобалық құжаттама шеңберінде жануарлар мен өсімдіктер әлемін сақтау мақсатында бірқатар шаралар көзделген. Жұмыстың кез келген түрін жүргізу кезінде табиғат қорғау заңнамасының бұзылуына жол бермеу жөніндегі шаралар міндетті түрде орын алатын болады. Қарастырылып отырған объекттің өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалану қолайлы деп сипатталады. Халықтың денсаулығына нормативтен тыс әсер етпейді, өйткені жүргізілген есептеулер негізінде тұрғын үй аймағы мен шекарада, сондай-ақ санитарлық қорғау аймағы шекарасында атмосферадағы ластаушы заттардың шекті концентрациясын асып кетуі анықталған жоқ. Объекттің қызметінен болатын әлеуметтік экономикалық салдарларын болжамы қолайлы. Жоспарланған қызметті іске асыру жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария, өртке қарсы қауіпсіздік нормалары мен қағидаларын сақтай отырып, жұмыстар жүргізу жоспарланған жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз етеді және әлеуметтік тұрмыстық салаға қосымша жағымсыз жүктеме туғызбайды. Орындалған есептеулер олар талдау негізінде, сондай-ақ қабылданған технологиялық шешімдерді ескере отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал факторлардың қоршаған ортаға теріс әсері көзделіп отырған қызмет объектілерін орналастыру учаскесінің аумағымен шектелетін болады және олардың шегінен шықпайды. Қорытындылай келетін болсақ, жұмыстар жүргізу, көзделіп отырған технологиялық шешімдерді орындау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану кезінде тиісті нормалар мен қағидалар сақталған жағдайда көзделіп отырған қызмет жүзеге асыру қазіргі экологиялық жай-күйді бұзбайды, қоршаған ортаға материалдық өзгерістер бермейді және халықтың денсаулығына теріс әсер етпейді. Қоршаған ортаға елеулі және қайтымсыз зиян келтірмейді. Назарларыңызға рахмет, баяндама аяқталды. Баяндамаңызға рахмет.
Олай болса талқылауға көшсек, қатысушылар баяндамашыға сұрақтар қоя алады. Қатысушылардан сұрақ қоймас бұрын өздерін таныстыруды сұраймын. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Сұрақ жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ болса қорытындылауға ұсынамын. Қорытынды: мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың барлық ескертулері мен ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар хаттамасына көрсетілетін болады. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өткізілді және жабық деп жариялансын. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз.